Все, міне. Сонымен математика сауаттылық туралы айтып жатқан едік. Математикалық сауаттылық пәні ұбт-да негізгі 3 пәннің ішіне кіреді. Ішінде 20 сұрақ, 20 сұраққа бір балдан беріледі, 20 балл. Әрбір сұрақта Гүлнұр жазбаңыз, өтініш ешкім тиіспесін, неге экранға тиіспесін, тек қана мені тыңдап отырсын, демонстрация экран сіздерге қосылып тұр, көріп отырсаңыздар болды. Математика сауатта 20 сұрақты айттық, 20 балл болатынын айттық. Әрбір сұрақта 5 варианттан болады, 5 варианттың біреуі ғана дұрыс жауап болады деп айттық. Тағы да не айттық біз? Все. Енді математика сауаттылық не үшін қажет? Сіздердің балдарыңызды көбейту үшін қажет. Ертең ол жерде 2 алып қалмауыңыз үшін қажет. Ең бірінші болып, хотя бы сіз 4 балдан жоғары алуыңыз керек. Сосын сіздің балыңызды жоғарылатуға осы математика сауаттылық өз септігін тигізеді. Егер де сіз математика немесе физика бағытында таңдаған болсаңыз, онда математика сауаттылық сізге өте оңай болуы керек. Енді бастап жатыр, барлығы дайындықты, сондықтан да әзірге математика сауаттан сіздерде базалық білім жоқ. Сондықтан да бүгін бір вариантты талдаймыз и базалық білімді қалыптастырамыз. Мен де бұл вариантты әлі талдаған жоқпын. 1141 нұсқа осы жылы келген, жаңағыдегі июнь айында болған ұбт-да келген нұсқа екен. Қазір кілт те бар, менде кілтпен тексеріп кете беретін боламыз. Хорошо? Жақсы, мені күтіп тұрғандар жоқ па? Неде? Участникте? Жоқ, барлығы нормально. Все. Сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлер болатын болса, неге жазамыз? Чатқа жазамыз. Мына жерде Салтанат және Севинч деген 2 қыз қосыла алмай тұр. Олар нені вызов по интернету деген сөзді баспадау деймін. Қазір мен чатқа жазып жіберейін, 2 қызға. Хорошо, күте тұрыңыздар, Мен чатқа жазып жіберейін. Так. Құрметті оқушылар, мына жерде Салтанат және Севинч деген 2 біздің оқушымыз микрофондарын қоса алмай тұр. Микрофон қосылмады деген сөз, ол біздің дауысты ести алмайды деген. Сондықтан да микрофондарыңызды өтініш қосыңыздар. Қосқан кезде вызов по интернету деген сөз бар Zoom-да. Микрофонның үстіне басасыз и вызов деген болады, соны басасыз. Сол кезде ғана шығады. Так, все, сіздерге жоғарыдан кеп тұрған болуы мүмкін. Менің SMS-ім кіріп уақыт алмай қойыңыздар. Тура сіздер естіген сұрақ, сөз. Бірінші сұрақ. Егер x көбейту y тең 6 дейді. Мына жерде x, y деген ол айнымалылар. Не дейді? Z куб қосу 1 дейді. 344 болса, онда x көбейту y көбейту z өрнегінің мәнін табыңыз дейді. Біз білеміз, мына жердегі x көбейту y уже қаншаға тең? 6-ға тең екен білеміз. Яғни біз тек қана z-ті тапсақ қана дұрыс жауапты табамыз. Z-ті тауып 6-ға көбейтсек болды. Енді z куб қосылған 1 тең 344. Бір сан бар, сол санның кубын алып, оған 1-ді қосқан кезде 344 болған. Кәдімгі теңдеудің қасиеттерін пайдаланып, z кубты табу үшін плюс 1 мыняққа минус өтеді, 344 азайту 1. Z куб тең болады, 344-тен 1-ді азайтса қанша болады? 343 болады. Енді бір сан бар, сол санның кубы 343-ке тең. Ол қандай сан? Куб дегеніміз мынандай. Куб 7-нің кубы мысалға. Немесе 8-дің кубы дей салайын. 8-дің кубы дегені ол 8-ді 3 рет өзіне өзін көбейту қажет. 8-ді 3 рет өзіне өзін көбейту қажет. Сонда 64-ті 8-ге көбейтсек қанша болатын еді? Калькуляторды пайдалана салайық. 480, 32, 512. Так, 64 көбейту 8. 512 болады екен. Дұрыс есептеппін. Ойша 512. Енді 7-нің кубын есептеп көрейік. 7-нің кубы бізде 7 көбейту 7 көбейту 7. 343 шықты, 343. Сонда z деген санымыз бізде қанша екен? 7 екен. Куб дегенді түсіндірдім. Мына жерде z-ті табу керек еді. Мен әшейін жаза салдым негізі. 5-тің кубы 125 екендігін білемін. Яғни 343 болғаннан кейін ол сан 5-тен үлкен. 6 болуы мүмкін, 7 болуы мүмкін, 8 болуы мүмкін, 7. Сонда z-іміздің орнын не қоямын мен? 7 қоямын. Арасында көбейту бар еді. 6 көбейту 7 қанша болады? 42 болады. Сонымен с-ны не істейміз? Белгілейміз. 1-дің жауабы с болады екен. Так, ақ жол бізде. Жаңадан қосылып жатқандар. Принят. Так, жаңадан мына жердеше бізге қазір күте тұрыңдар. Бірінші есеп түсінікті болса, чатқа жазыңыздар, өтініш. Чатқа жазыңыздар. Чатты оқып отырамын мен. Так, жаңадан қосылғандар жазып жатыр. Құрметті жаңадан қосылған оқушылар, Zoom-ды скачать етіп аламыз Play Market-тен. Сосын мен ссылка жіберіп қоям, сол ссылканың үстіне басып, кіресіздер. Хорошо?
Так, мына ссылканы қояйын. Бізге бір модератор қыз керек болды ғой. Сәнияны жалдап қойдық жаңылы. Сәния. Назначить админом группы. Сәния, сізді админ қылдым. Мен қазір сабақ өтіп жатырмын. Сіз жаңадан қосылғандарға осы ссылкамен Zoom-ның ссылкасын екеуін қайта-қайта жіберіп отырыңыз, хорошо? Оларға өйткені архив сообщение көрінбейді та, олар не болып жатқанын түсініп жатқан жоқ. Мен әйтеуір голосовой жіберіп жатырмын. Сондықтан жаңадан қосылғандарға түсінікті болу үшін Play Market-тегі ссылканы, App Store болса App Store-да ссылканы тастап қойыңыз. И потом мынау қазір 09 деп аяқталған ссылка, бұл біздің сабағымыздың ссылкасы. Соған басады, кіреді. Микрофонды қосуды жоғарыда тағы да үйреттім. Вызов по интернету деген сөзді басу керек. Так. Сонымен сабағымыз жалғастырамыз. Енді бірінші күні осындай болады. Өйткені түсінбейтін оқушылар да бар, негізі Zoom-ды пайдаланбайтын да оқушылар да бар. Барлық мектеп Zoom-ды пайдаланады деген сөз емес. Түсінікті ағай, түсінікті, бәрі түсінікті, 42. Хорошо. Жақсы, менде шығып кетіп жатыр қайта-қайта дейді. Негізі ол сетке байланысты. Келесі сұрақ. Шиеден қайнатылған тосаптың, айтпақшы біз кілтті көреміз дедік қой, кілт. Хорошо, қазір 1141-дің біріншісін не дедік? С дедік. 1141 нұсқаның біріншісі. Біріншісі С екен, математическая грамотность деген осыны. Біріншісі С екен. Дұрыс. Екіншісі, шиеден қайнатылған тосаптың 2 бөлігі шие, 3 бөлігі құмшекер дейді. Так, қазір Бексұлтанды қосып жіберейін тағы да. Бексұлтанның несі? Шие, мысалға мына жерде шие қайтып қайнатылып жатыр деп ойлаңыз. 2 бөлігі шие, 3 бөлігі... Так. 3 бөлігі құмшекер екен. Яғни, бұлай болса. Мына құмшекер, Қ деп қояйын. Шиені Ш деп қояйын. Әйтеуір мына бір тосап болсын делік. Ол тосаптың 5 бөліп, 5-тен 5 бөліп солай түсіндірейінші. 5-тен 3 бөлігі құмшекер. Көрдіңіздер, барлығы болып 5 бөлік. 5-тен 3 бөлігі құмшекер. 5-тен 2 бөлігі не? Шие. Енді бізге не дейді? 8 килограмм тосап қайнату үшін неше килограмм құмшекер қажет? Құмшекер бізде мына 8 килограммның қаншасы болу керек? 5-тен 3-і болу керек, Сонда 8 килограммды мен 5-тен 3-ке көбейтемін. 5-тен 3-ке көбейтемін. Айдананы қосып жіберейік. Жақсы, 8-ді 5-тен 3-ке көбейтсек, 8 алымына көбейтіледі. Айдана тағы да қосылып жатыр ғой. Так. Қалай не қыламыз, енді? Салтанат пен Севинч түсініпті, қосылып алыпты бізге. Жақсы. 8-ді 3-ке көбейтсек қанша болады? 24 болады. 24-ті 5-ке бөлсек, 4,8 болады. Сондай ма? Мына бөлшек сызығы бөлу амалының орнына қолданылады. Арайлымды қабылдаймыз. Хорошо. 4,8. Енді сендерге сұрақ, шиеден қайнатылған осында 8 кг тосап үшін қанша шие керек? Сұрақ түсіндіңдер ма? Біз нені таптық? Құмшекерді таптық. 8 кг тосап үшін 4,8 құмшекер қажет екен. Енді қанша килограмм шие қажет? Соны жазыңдар. Неге чатқа? Мен қазір чатты тексеремін. Енді оқушылар, біз бір күнде 5 есеп шығарсақ та, оны точно шығаруымыз керек, қалай болатындығын. Так, iPhone деген 3,2 деп жазыпты. Қазір мен iPhone-ды қосып көрейін. iPhone бізге қалай екендігін түсіндіріп айтып берсін. Так, iPhone, сіз өзіңіздің микрофоныңызды қосылып тұр. Қалай таптыңыз, айтып бере аласыз ба? 3,2. Мен ол үшін жаңағы 8 килограммды 2,5-ке көбейттім. Сол кезде 16-на 5-ке бөлген кезде 3,2 шықты. Так, 2,5? Қалай 2,5? Жоқ, 2-ден 5. 2-ден 5? Иә. 2-ден 5 деген бұлай емес па? iPhone. Есіміңіз кім сіздің? iPhone емес шығар, Бексұлтан болады. Бексұлтан. 2-ден 5 деген мынандай болады. Бірінші болып, негізі бөлім айтылады, Сіз 5-тен 2-ке көбейтесіз. Негіз дұрыс есептеп тұрсыз. Просто айтылу қате болып тұр да сізде. Сатасып отыр екен. Дұрыс. Түсінікті, жақсы Бексұлтан. Дұрыс есептегенсіз. Тағы да жолдары бар. Тағы да бір қызық жолы. Сіз егер 8 кг тосаптан 4,8-дік құмшекерді алып тастай салсаңыз, просто так 8-ден
4,8 алып тастасаңыз, қалған енді құмшекер қалады, одан басқа ешнәрсе қалмайды. Құмшекер 3,2 болады. Осылай тапсаңыз да болады. Хорошо. Түсінікті ғой, Бексұлтан? Иә. Жақсы. Біз Бексұлтанның микрофонын өшіреміз и жалғастырамыз. Келесі есеп. Мұқият болыңыздар. Келесі есептерге де сіздер қатысып отырыңыздар. Әзірге Бексұлтан бір есепке дұрыс жауап берді. Үшінші, диаграммада берілген мәліметтерді пайдалана отырып, немесе деппін ғой, неміс тілін оқитын оқушылардың проценттік көрсеткішін табыңыз деді. Проценттік көрсеткіш табу өте оңай. Неміс тілін оқитындарды бірінші біліп аламыз. Қанша? 9 бөліміне нені жазамыз? Барлық оқушылардың санын. Барлық оқушылар Қытай тілін білетіндер 10 екен, француз тілін білетіндер 6 екен, неміс тілін білетіндер 9. 10-ға 6, 16, 16-ға 9, 25. Бізге керегін жоғарысына, общий барлығын астына процент табу үшін 100%-ға 100-ге көбейтеміз. 100%-ға көбейтеміз. Осылай табылады, Осылай тапсақ, бізде 25 пен 100 25-ге қысқарады. 1, 4, 9, 4-ке көбейтсек, 36% шығады. Өйткені пайыз белгісі еш нәрсемен қысқарған жоқ, артына жазып қойсақ болады. 36% екен. Неміс тілін білетіндер 36% екен. Так, менде шамал астына түсу керек еді. Жоқ, басқа бетке өтіп кеттік уже біз. Сіздер ағылшын тілін қанша процент екенін жазыңыздар. Чатқа жазамыз, хорошо? Ағылшын тілін білетіндер. Ағылшын тілі жоқ екен, француз тілі дегенім. Француз тілін білетіндер қанша пайыз? Біз әзірге мынаның В екендігін белгіледік. Так, Гүлмира мен Аружанды қостым. 36 болды. Чатқа француз тілін білетін оқушылардың процентін жазамыз. Так, В. Так, СЕВ. СЕВ. Так, СЕВ. Хорошо. Үшеуінде дұрыс белгіледік әзірге. Сонымен, чаттан көрейік. Француз тілін білетіндер. Так, мен өзім есте олайын. 6. Хорошо. Так. Бірінші болып бізде Ұлбала жазыпты. Жансая Әділханова Жанел Севинч 24 деп жазыпты. Дұрыс. Ұлбаланың қазір сұрап көрейік қалай тапқандығын. Басқаларға да түсінікті болсын. Ұлбаланы тауып алайын өзім. Все, міне тұрған екен. Ұлбала, сіздің микрофоныңыз қосылды. Иә, Ұлбала, қалай таптыңыз? Ұлбала, дауысыңыз естілмей тұр. Все, түсінікті. Сіздің... Жоқ, Ұлбала, сіздің неңіз, сетіңіз, интернет желісі сізде шамалы нашарлау болып тұр. Сізді қазір былай істейік. Выключить етейік та. Екінші бізде кім болды жаңелде? Екінші қазір. Мен уже шатасып жатырмын. Чатты былай, участник былай болып тұрсыншы. Екінші болып бізде Жансая. Жансая сұрап көрейік. Жансая, 24-ті қалай таптыңыз? Жансая, дауысыңыз шығып. Так. Бізде. Жансая шығып кетті ма не? Жоқ. Жансая. Жансая шығып кеткен сияқты. Мейлі. Так, келесі бізде, мен сіздердің нелеріңізді білейінші дегенім. Поднял руку дейді, қолды көтергендерді қоса салайық. Қан, Дариға, Дамира. Так. Кімді қостым мен? Жаңында біреуін қостым ғой. Дамира. Сіздердің микрофондарыңызды мен қосып жатырмын. Неге сөйлемей атсыздар? Дамира, Дариға, Салтанат. Сіздер бәңілдегі проблема ғой, сіздерде, Ой, сіздерде сол проблема ғой. Так, Бибиатия Тұрсынғали. Бибиатия, соны көрейік. Бибиатия, сізді қостым. Көріңізші, сөйлеп.
Қол көтеріп жатқандарды қосып жатырмын. Ой. Выключить весь звук. Все. Келесі сұраққа өтейік. В общем, келесі сұрақтан көреміз енді. Сіздерше жаңадан қосылғандар, мен аняқа айтып жатырмын ғой. Қайта математика сауаттылық сабақ қызуын скачать етіп алыңыздар. Жаңадан қосылғандар. Хорошо. Ну, нормально. Келесі сұраққа өтейік. 4-ші сұрақ. Дайындық тобындағы оқушылардың, сіздерге көрініп тұр ма? Чатқа жазыңыздар, чатқа өтініш. Чатқа не проблема болып жатыр, сол проблеманың барлығын чатқа жаза беріңіздер. Мен чатты оқимын. Так, біздің мынаны жоғарыға қоя салу керек еді. Так. Дайындық тобындағы оқушылардың бір байқау сынағында жинаған ұпайлар кестесі берілген. Осы оқушылардың жинаған ұпайларының модасын тап. Мода деген білесіңдер, қыздар әсіресе жақсы түсінеді. Ең көп киіліп жатқан киімдер, стильный киімдер, жоқ, стиль деген ол басқа нәрсе. Ең көп қайталанып жатқан киімдер модада болып есептеледі. Қазіргі модада дейді, модада мынандай туфли, мынандай, немесе модада мынандай қазір куртка екен деп үйдегілерге қоймай сатқыздырып алдырасыңдар. В общем, сандар ішінде де мода деген бар. Сандық қатар ішінде ең көп қайталанған сан мода болып есептелінеді. Қазір біз сандық қатарды оқып шығамыз. Ішінде ең көп қайталанған сан модасы болады екен. Так, Әйгерім 139, так, 135, 135, 138, 132, 136, 139, 137, 138, 135, 133. Байқасаңдар, ең көп қайталанған бізде 135 болды. 135-ті мен 3 рет айттым, қалғандары 139-ымыз біреу 2 рет айтылды, 138-ді 2 рет айтылды, қалғандары 1 реттен айтылды. Яғни ең көп айтылған бізде 135, сандық қатар ішінде ең көп қайталанған осы сан болғандықтан жауабы да 135 болады. С. 4С болды бізде. 4С дұрыс. Әзірге дұрыс келе жатырмыз. Енді қараңдар, оқушылар, егерде әрқайсысы бір-бірден қайталанса ағай деген сұрақ болуы мүмкін. Егерде бір-бірден болып тұрған болса, ол кезде мода болмайды. Ал егерде 139-да тағы да бір рет жазылған болған дейді мына жерде, онда модасы, бұл қатардың модасы әрі 139, әрі 135 болады. Түсінікті ғой? Яғни 2 сан мода болуы мүмкін. 3 санда мода болуы мүмкін, егерде үшеуі де бір рет қайталанған болса. Ал егерде барлығы бір реттен қайталанған болса, онда олар мода болып есептелінбейді. Ешқандай мода жоқ. Түсінікті ғой? Енді сендерге ондай қиын сұрақтар қоймайды. Сендерге нақты тест сабатын осындай сұрақтар қойылады. Бізде енді бұл сұрақта ешқандай қайтадан сұрақ құрастырудың қажеті жоқ. Келесі сұраққа өте берейік. Келесі сұрағымыз негізі бұл сұраққа өте көп не керек, уақыт керек түсіндіру үшін. Медиана. Медиана деген ондай, қараңдар. 5, 8, 3, 7, 4. Осындай сандық қатар берілді. Осы сан қатарының медианасын тап деген сұрақ қойылуы мүмкін. 5, 8, 3, 7, 4. Дәптер алып жазып отырсаңдар да болады, оқушылар. Өйткені бұл не сақтала ма, сақталмай ма білмеймін. Осы қатардың медианасын тап дейді. Медиананы табу үшін ең бірінші болып біз өсу ретімен орналастырып шығамыз. 3, 4, 5, 7 және 8. Тура осы сандық қатарды өсу ретімен не істедім? Орналастырып шықтым. Медиананы енді табамыз. Медиана дегеніміз енді өте оңай. Медиана ең ортасында тұрған сан. Мына жағынан 2 кетті, мына жағынан 2 кетеді. Ортада не қалды? 5. Яғни 5, 8, 3, 7, 4-тің медианасы 5 екен. Ортада тұрған сан. Түсінікті ғой? Ал енді қызық басталады. Қараңдар, 3, 7, 2, 1. Медиананы тауып бер десем, сендер не істейсіңдер? Бірінші өсу ретімен орналастырасыңдар. 1, 2, 3 және 7. Ал енді ортадағысы қайсысы болды? Енді ортадағы жоқ бізде. Ортада, негізінде ортада бір сан қалған жоқ. Ортада 2 сан қалды. 2 және 3. Ой, все, так, мына жақтан бізді күтіп жатқандар өте көп екен. Севинч пен Биати әлі қолдан көтеріп тұр. Опустите руку, пожалуйста. Так. Ортада 2 сан қалды бізде.
Бұл екі санның медианасын табу үшін екеуін бір-біріне қосып, 2-ге 3-ті қосып, 2-ге бөлу керек. Мына жердегі 2 үшін емес, негізінде 2 болғандығы үшін, өз формада 2 болғандығы үшін 2-ге бөлеміз. Сонда 2-ге 3-ті қоссақ 5, 5-ті 2-ге бөлсек қанша болады? 2,5. 2,5 болады. Сонда мына қатардың медианасы 2,5 екен. Бұл жерде енді не пайда болады? Бір қасиет пайда болады. Егер де сан қатарымыз бізде тақ сан болса, тақ сан дегеніміз, қайта кіре бересіңдер, шыға бересіңдер. Егер де сандық қатарымыз жұп болса, ортада екеу қалады. Мысалы, қазір жұп дегеніміз қанша? Біреу, екеу, үшеу, төртеу ғой. Төртеу болған кезде ортада ешқандай сан қалмайды. Жаңылде бұдан алдыңғы есепте бесеу еді сан қатары, мына жерде бесеу еді. Сондықтан ортада бір сан қалды. Сендерге көрінбей тұр, маған мына жақтан не келіп жатыр, андай вызов ше. Мен қосылайыншы аға, мен қосылайыншы деген. Сондай қосылайық болып жатыр десеңдер ше. Чатты бір көріп қояйық. Кән 5 болады жауабы. Ретімен орналастырғанда 5, 11 қатар келеді. Сосын оларды қосып, 11 плюс 5 тең 16. 2-ге бөлеміз, 16 бөлінген 2. Ол бала дұрыс айтады, иә. Так, біздің чат қалай болып жатыр? Біздің чат нормально. Жазбаймыз жанса, иә. Анарбаева, жазбаймыз. Так, енді қараңдар. Мына медиана деген түсініп алыңдар, иә? Жақсы түсінді деп ойлаймын сендерді. Енді медиана дегенді қалай не алу керектігін. Енді бізде енді бұл жерде айданы жазбаңдар, өтініш не істеп жатсыңдар? Жазбаңдар, ешнәрсе жазбаңдар, оқушылар. Сендер жазған сайын мені қазір жазатын уақытым дейді, места қалмайды. Енді бізге айтады, x-тің орнына бір сан қою керек дейді, чтобы бұның медианасы 8-ге тең болу керек. Енді мына жерде барлығын қоймастан тек қана 5-ті жауапты қойып қоя салайық. Сонда не болды? Сандық қатар ішінде 3, 4, 11, 12, 5 және не болады? 15 болады. Өйткені x-тің орнына мен 5 қойдым, 3 көбейту 5-іміз 15 болады. Сондай ма? Енді бұл сандық қатарды мен не істеймін? Так, осы жерде кім еді? Дәрі ұлбалаға сөз берейік. Ұлбалаға. Ұлбала сізге сөз сөйлеу несі бұйырып тұр. Тост айтасыз қазір ұлбала. Тост айтып кетпеңіз шынымен де. Сізді қостым. Ұлбала. Ағай дауысын естіліп тұр ма? Иә, әдемі естіліп тұр. Жақсы, қай қаладан боласыз? Шымкент. Жақсы, шырайлы Шымкент, дей ма? Бұлай, 3, 4, 11, 12, 5, 15. Қалай табамыз енді? Осы жерде не істейміз? 3, 4, 5 ретмен орналастырамыз. Немен орналастырамыз? Ретмен. Өсу ретмен. Өсу ретмен орналастырамыз. Сосын 11 түседі, кейін 12. Мына жақта 3-ке 5 көбейткенде 15 болады. Қазір, асықпа. 3, 4, 5, сосын 11 дедік, 12 дедік, сосын не дедік? 15 дедік, ә? Сосын 15. Ал, енді не істейміз? 11-ке 5-ті қосамыз, 2-ге бөлеміз. Не үшін 11-ге 5-ті қостық? Өйткені жұпсан болғаннан кейін ортадағы 2 санды қосып, дәл ортасындағы 2-ге бөлгенде медианасы шығады. Не нәрсе жұпсан болған кезде? Мына 4 жұп болған үшін ба, әлде 12 жұп болған үшін ба? Жоқ, олай емес, сандар бұл жерде 6 сан тұр ғой. Мына сан қатар. Егер 7 сан болса, онда дәл ортасында, яғни түсінікті. Сан қатар ішіндегі сандардың саны, немесе сандардың данасы 6 болса, жұпсан болса, онда ортадағы екеуін аламыз. Сосын не істейміз ол екеуін алып, лақтырып жіберіңіз. Екеуін қосып, сосын 2-ге бөлеміз. Екеуін қосамыз, 16, 2-ге бөлеміз, 8 болады. Иә? 8 шығады. Дұрыс. Енді 2-ге не үшін бөлдіңіз? Себебі дәл ортасын 2 санға қосып тұрғаннан кейін 2-ге бөлеміз. Иә, негізінде былай деңіз, формулада бар, формулада болғандығы үшін 2-ге бөлеміз. Формулада ортадағы 2 сан А плюс Б бөлінген 2. Формулада 2 бар, сондықтан бізде қазір 9 минутымыз қалды. Құрметті оқушылар, жақсы ол бала, рахмет, микрофоныңызды өшіре беріңіз. Так. Келесі. Бізде қазір не болды? В болды ма жауап? Бір тексеріп көрейік. В жауабы ма?
5e дейді. Мен 5-ті көрдім бе өзі? Қайсысын көрдім жаңағыда? Так, мынандай, мынаны өшірейін. Все, 8 болады. Ені белгілейміз. Мен қателесіп кеттім, кешірім өтінемін. Ені белгілейміз, өйткені басында біз 5-ті белгілеген едік. Жақсы, келесі тағы да бір сұрақты талдайық, 6-шы сұрақты. Терезенің пердесіне арналған матаны бір рет жуғанда ұзындығы 5%-ға, ал ені 4%-ға қысқарады. Бір рет жуғаннан кейін ауданы 114 квадрат метр болу үшін сатып алынатын ені 5 метр матаның ұзындығы қанша болу керектігін анықтаңыз. Мынаны оқып, мына жерге келгенде уже мына жақтың не болғанын ұмытып қаласың ғой. Так, көрейік мейлі. Жаңадан қосылып жатқандар өте көп. Бізде негізінде 8 минут уақытымыз қалды, оқушылар. Бүгіндікке сабағымыз нормально болды деп ойлаймын. Қазір WhatsApp-та сөйлесетін боламыз. Мен чатта ашамын. Мейлі мата берілсін делік. Матаның ұзындығы Y, енін X деп алайын. Бұның ауданы табу үшін ауданы тең болу керек X көбейтілген Y-ке, яғни ұзындығын бойына көбейткенге тең болу керек. Дұрыс қой? Жақсы, мұны бір жуғаннан кейін дейді, мата қысқарады дейді. Китайский мата екен, е? Қалай қысқарады дейді? Жуғанда ұзындығы 5%-ға қысқарады дейді. Енді 5%-ға қысқарса, мен мына Y-ті қысқартқан кезде 0,195-ке көбейтемін. Оқушылар, осы жерде не үшін 0,195-ке? Өйткені Y-іміз өзі басында 1 еді. Оның енді 5% кетсе, 0,195% қалады деген сөз. Яғни Y-ті 0,195-ке көбейтемін. Ал ені 4%-ға қысқарады. 4%-ға қысқартты деген сөз қанша деп жазам? 0,196 деп жазам, е? Ені 0,196x болады. Ені 0,196x, ұзындығы 0,195y болды. Ендігі кезекте бұның ауданы табу үшін тура осы формула мынаған көбейтуім керек. X пен Y көбейтіліп тұра берсін. 0,195 пен 0,196 көбейтейік. 0,195 көбейту 0,196. 0,912 екен. 0,912. Так. Қазір не үшін бұлай істеп жатқанын айтатын боламын. Так, мынаны басайын, мынаны өшіріп тастайын. Так, несі айтайын болды ғой, общем. Бір рет жуғаннан кейін 114 квадрат метр болу үшін сатып алынатын ені 5 метр мата. Жуғаннан кейін ауданы. Басында ол қанша еді? 1 еді, е? Басында ол 1xy еді. Басында ол 1xy еді. Қазір өзгергеннен кейін олар қысқарды ғой, қысқарып, процентке қысқарғаннан кейін оның ұзындығы 0,1992 болып қалды. Мына xy пен xy тиіспеңіздер. 1-ден 0,1912 болып қалды. Осы 1912-ге көбейткен кезде не болу керек? 114 квадрат метр. Яғни 114 квадрат метр шығу керек. Енді осы жерден мен xy-ті табуым үшін, бұны енді басқа әріппен белгілей салайын сіздерге, түсінікті болу үшін. Так, басқа түспен дегенім, кешірім өтінемін. Бұл жердегі осы xy табу үшін мен 114-ті, енді көбейту ғой, мынаған бөлуім керек, 0,912-ке бөлуім керек. Так, калькуляторды ашамын. 114 бөлемін 0,912. Қазір қайтадан бір түсіндірем. Хорошо? Сіздер еш уайымдамаңыздар, түсініксіз болып жатқан болса. X көбейту Y-іміз 114-ті 0,1912-ке бөлсем, 125 болды. Так, мынаны өшіріп қояйын. Енді не дейді? 5 метр матаның ұзындығы қанша болу керек? Ені 5 метр болса, дейді, мына жерде ені дегеніміз X қой, X болса, Y-ті тап дейді. 125 болады. Бұл жерден Y-ті табу үшін 125-ті 5-ке бөлемін, 25 болады. 25 метр Е болады екен жауап. Дамира бізге қайтадан кіріп, негізі Дамираның сетін ашар екен. 6Е. 6Е. 6-шы Е екен, дұрыс. Ал енді түсіндіруді қайтадан бастаймын. Так, қосылып жатқандар өте көп бізде. Принять все. Так, негізі мен андай не істеп қойым керек екен. Кірген ссылканың үстіне басқан адам все қосыла беретін істеп қойым керек екен,
Так, не істедік біз? Біз, ойбай. Ё-моё, өшіріп алдым ғой мен. Ё-моё, мейлі. Лучше бізде запись бар, запись тоқтата салайын. Запись арқылы кейін қайтадан көре саламыз. Демонстрация экранды қайтадан бір қосайын. Хорошо, қазір. Ну, 5%-ға қысқарттым. Менше бұл есепті YouTube-қа салатын болам. YouTube-тағы видеоны қайтадан сіздерге тастайтын болам. Сіздерге түсініксіз болып қалды ау деп ойлаймын. Түсініктілер бар ма? Түсінікті болғандар бар ма? Чатқа жазсыншы. Түсінікті болғандар чатқа жазсыншы, өтініш. Түсініксіз болғандар чатқа неге тастаймын? YouTube-қа тастаймын. Так, түсінікті, кішкене түсініксіз екен, деді, өсіретіне орналастырамыз. Так, бізді қанша адам көріп жатыр, өзі 21 адам екен. Түсінікті болғандар жазыңыздаршы, өтініш, чатқа жазыңыздар. Түсініксіз болғандар, оларды жазыңыздар, түсініксіз деп. Өйткені оғанды не алайық. Видео ретінде тастайтын боламын. Менің қазір кішкене түсінік берім, түсініксіз, түсінікті. Ё-моё, WhatsApp-ым 22 SMS, ё. Видео салыңызшы, YouTube-қа түсінбедім. Хорошо, оқығанда түсініксіз, но есепті шығарып бастаса, оңай екен дейді, сет нашар. Хорошо, түсінікті. Все. Оқушылар, біздің бүгінгі неміз аяқталды. Сонымен барлықтарыңызға рахмет. Мен енді WhatsApp-тағы чатқа видеоны тастайтын боламын. Осы есептің қалай шығару керектігін. И потом келесі неміз сабағымыз қашан болатындығын айтатын боламын. Хорошо? Жақсы, қош сау болыңыздар. Шыға беруге рұқсат.